Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Бүгінгі жиналысымызды мына бір сұраққа жауап беруден бастасақ. Егер де сіз маңызды кездесу, не болмаса жауапкершілігі мол жұмысыңызды атқаруға бара жатқанда, қобалжыған кезде сізге не көмектеседі деп ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасыздар. Ол қолдау. Ал ол қолдауды қалай білдіресіздер? Иә, әрине, сөз арқылы. Ал қандай сөздер қажет ол үшін? Иә, дұрыс айтасыздар. Сіздердің аналық жүректеріңізден шыққан жылы лебіздеріңіз. Олай болса, осы жылы лебіздеріңізді жазып берсеңіздер. Сіздердің кереметтей қолдау сөздеріңізді балаларыңыз әр дүйсенбіде болатын сынып сағатында бір-бірден алып, өздеріне деген сенімділіктері арта түседі деп ойлаймын. Сен ең ақылдысың, әдемісің. Мен саған сенемін. Сені не болса да қолдаймын. Сені жақсы көремін. Сен ақылдысың, мен саған сенемін. Мен сені жақсы көремін. Мен сені өзіңді ақтайсың деп ойлаймын. Сен ақылдысың, мықтысың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Сен ата-ананың ақтайсың деп сенемін. Біз сені өте жақсы көреміз. Сыныбында ақылды, ерлі оқушы. Балам, сен өте ақылдысың, осы халқыңнан қойма. Жақсы сөз жарым ырыс. Сабағыңды жақсы оқы, сен мықтысың, сенің қолыңнан келетініне күмәнім жоқ, саған сенеміз. Әкем екеуміз сені жақсы көретінімізді сен білесің. Сен бақытты болсаң, біз де бақытты. Сенің болашағын сенің қойған мақсатына байланысты екенін білесің. Сондықтан нақты шешім қабылдап, үйреніп, аңсаған арманына жете бер. Мықты бол, еңбекқор бол, бақытты бол. Сені жақсы көреміз. Ақылды балам, мен саған сенемін. Балам, сен өз мақсатыңа жетесің. Мен саған сенемін. Сабағыңды оқысаң болды. Мен сені әркез қолдаймын. Сен мені Саған тек сәттілік, Шапалаңдап соққан жүрегі Жұлдызың жайнап жанғанша Азаматы елдің болғанша Таным көрмес ұлды ұяға сен мықтысың, ақылдысың, мен саған сенемін. Қонғанша Керемет сәттілігің болады. Ал сәттілікте. Қалай жүреміз енді? Қалай күлеміз? Келіңдер. Тамаша. өзіне сен, бүгінгі күн сенің күнің. Ал бүгін сенің күнің. Қане, маған көрсетші. Күніңді күн тілеймін, мен сенен мақтанамын. Көңілді күн.